Армысың көрермен, әлемде танымал актерлар мен өнер жұлдыздарын алтын глобуспен марапаттап жатыр. Ал біз кино-комикс әлеміне шолу жасап, жанкүйерлермен бірге қызықты жаңалықтармен бөлісеміз. Бүгінгі шығарылымның тақырыбы Морбиус пен Веном. Келісімшартқа сәйкес Том Харди 3 фильмге қол қойды. Веном түпнұсқа фильмі тек бірнеше миллиард долларға жете алмады және Sony тарихында ең сәтті шыққан фильмдердің бірі. Фильм режиссері Рубен Флейшер соңғы титрді пайдалана отырып, екінші бөлімге сілтеме жасап кеткен болатын. Эдди бұл жолы түрмеге барып, маньяк Клитус Кэссидиден сұхбат алады. Бұл титрде Эдди Брокты күтіп отырған Клитус қанмен жазған сөзі «Қош келдің». Энди Серкис картинаның режиссерлік орындығын алады. Том Харди Веном симбиотсын тізгіндеген журналист Эдди Броктың рөліне оралады. Том Келли Марсельмен бірге жаңа сюжетте белсенді жұмыс жасайды. Сондықтан бүкіл процесс олардың қалауымен бағытталады дейді Серкис. Режиссер Рубен Флейшер Веномның үлкен жанкүйері, сондықтан ол кейіпкердің мүмкіндігімен өте жақсы таныс болатын. Енді Флейшер Веномның бөлімдерін жалғастыра алмайды. Жұмыстан уақытша кетіп, орнына Энди Серкис тағайындалды. Жобаны қолға алар кезде Флейшер Зомбиленд бақылау ату комедиялық фильмнің жұмысын аяқтап жатты. Серкис үшін Веном 2 студиядағы алғашқы ірі жоба болады. Оның есебінде 2 режиссерлік жұмыс бар. Біз үшін тыныс ал драмасы және Редьярд Киплингтің Маугли бейімделуі. Алдыңғы Веном фильмінде 5-ге жуық сценарист бірінен соң бірі жұмыс істесе, қазір сценарийді Эдди Броктың рөлін сомдаған Том Хардидің өзі істейді. Оған Келли Марсел көмектеседі. Мишель Уильямс міндетті түрде Хардидің серіктесі болады. Ал басты антагонист Карнаждың рөлінде актер Вуди Харрельсон. Ұмытып кетпесек, Веномның тағы бір қарсыласы пайда болды. Карнажға үлкен плюс қосатын басты зұлымның аты Виск. Комикстарда Виск Карнаждың сүйіктісі, сонымен бірге дыбысты басқарып, кез келгеннің ойын оқитын қабілетімен Карнажға жеңіс сыйлауы ғажап емес. Веном 2 фильміндегі Виск есімді зұлымның рөлін атақты британдық актриса Наоми Харрис орындайды. 43 жасқа келген актриса әйгілі Кариб теңізінің қарақшылары, Ремпидж және 007 Skyfall координаты фильмдеріндегі рөлдерімен танымал. Ең қызықты жаңалық, Веном өрмекші адаммен болашақ фильмде кездесуі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Веном бұл жаратылыс ең алғаш өрмекші адамның нөмірі 252 комикс кітабында пайда болды. Фандом сұхбатында Веном кино режиссері Рубен Флейшер кейіпкерге қарсы Том Харди мен өрмекші адам, яғни Том Холландтың бір уақытта камео ретінде шығуын мүмкін деп мойындайды. Сонымен қатар режиссер әлі де өзінің Веном нұсқасы өрмекші адам Том Холландпен қиылысады деп армандайды. Бірақ бәрі Marvel Studios пен Sony Pictures арасындағы келіссөздерге байланысты. Sony мен Disney қыркүйек айының соңында өрмекші адаммен бөлісуге келіскенде, Marvel кинокомпаниясының бас директоры Кевин Файги 2 кинокомпанияның мүмкін болатын кроссоверіне тоқталды. Кевиннің айтуынша, өрмекші адам басқа кино әлемге ауысу мүмкіндігі бар жалғыз кейіпкер дейді продюсер. Marvel кино әлемі өрмекші адамды Sonyге қайтармай жатқанда, кезекті зұлымға арналған Морбиус туралы фильм таспаланды. Фильм режиссері Даниэль Эспиноса. Басты рөлде Джаред Лето жұмбақ анти-қаһарман Морбиустың рөлін сомдайды. Осы жылы жарық көрген трейлерге бір қарасақ, Летоның қан төгісі өте мөлдір және драмалық болып шықты. Фильмнің бас кейіпкері бала кезден сирек кездесетін қан ауруымен ауырған және бүкіл өмірін ем табуға арнаған ғалым Майкл Морбиус туралы. Денсаулығын қауіпқа келтіру үшін Майкл қауіпті экспериментті өткізуге бел буады. Бір қарағанда түбегейлі сәттілік болып көрінетін нәрсе, бірақ тәжірибе кезінде жарғанатпен күтпеген реакцияға ұшырап, ауру жасушаларымен байланысқа түсіп, Морбиустың денесін өзгертіп, оны қанды құбыжыққа айналдырады. Вампирдің күш-қуаты мен қабілетіне ие болған анти-қаһарманның туындысы Marvel кино әлеміне жата ма? Marvel Studios'ның бұл фильмді жасаумен ешқандай байланысы жоқ. Алайда Sony Marvel Studiospен байланысатын, мысалы өрмекші адам үйге орал фильмі сияқты бір әлемде болып жатыр.
Веномның продюсері Эми Паскаль Морбиус тірі вампирді осы әлемге қосымша фильм деп сипаттады. Маңызды жаңалыққа айналған трейлердегі өрмекші адамға тасталған сілтеме нені меңзеп тұр? Қабырғада ілініп тұрған плакатта PlayStation 4 өрмекші адамның ойынына қосылған Тоби Магуайрдың костюмі көрсетілген. Плакатта жазылған өлтіруші деген сөздің мағынасы бар. Өрмекші адам үйден жырақта фильмінде соңғы сахнада Джей Джона Джеймсінің жаңалықтары жүріп жатқан. Халық көріп тұрған экранда өрмекші адам Мистерионы өлтірді деген айып тағады. Онымен қоймай, өрмекші адамның есімін атап берді. Плакатта жазылған сөздің байланысы осыда. Джей Джона Джеймсон бұдан да қызықты жаңалықтарды Морбиус фильмінде жалғастырады. Sony киноғаламға өрмекші адамды толықтай қайтармаса, супер қаһарманмен байланысты әртүрлі зұлымдарға кино түсіруді жалғастыра береді. Алдымен Веноммен бірге Том Харди экранға шығып, миллиондаған жанкүйердің назарын аударса. Енді Джаред Лето ойнаған Морбиус вампирдің кезегі. Одан кейін Эми Паскаль бастаған түсірілім тобы Крейвен аңшыға дара фильм шығармақшы. Видеоны Эдриан Тумстың жымиған бейнесімен аяқтағым келеді. Трейлердің соңында таңғалдырған жағдай. Майкл Кейтон сомдаған құзғын есімді қылмыскер түрмеден босап шыққан көрініспен аяқталды. Не дедің? 2017 жылы Питер Паркермен қақтасып қалып, артынша абақтыда қамалып, Маккарганды жолықтырған Эдриан Тумс Sony киноғаламынан бір-ақ шықты. Бұл дегеніміз Веном, Морбиус, өрмекші адам, Мистерио барлығы бір әлемде. Айтпақшы, Веномға қатысты сұраққа жауап беріп кетсеңіз, сіз қай симбиотты ұнатасыз? Пікірге жазыңыз. Ал менің жақсы көретін симбиотым гибрид. Мен үшін өте жақсы кейіпкер, әрі өрмекші адамның жағында. Күн сайын қанша адамның өмірін құтқарсам да, қанша адам мені батыр санаса да, менен де күшті біреу шығып, бәрін өзгертуі мүмкін.